Мұхтар Жәкішев Парасат деген клуб құрыпты. Істегелі отырған жұмысы масқара енді. Өзі былай дейді. Біз не сатып отырмыз? Біз пайдалы қазбаларды сатып отырмыз. Экспорттық позициямызға қарасаңыз, бәрі жердің астынан шығатын дүниелер. Қолдан жасап ештеңе сатпаймыз. Телефон, компьютер, тікұшақ сатып отырған жоқпыз. Солай ғой. Жерді қазамызда астынан шыққан затты сатып, оның ақысына басқа елдердің валютасын аламыз. Сосын сол валютаға сырттан басқа заттарды ала аламыз. Енді халқымыздың тұтынушылық кәрзеңкесіне қараңыз. Біздің адамдар тапқан ақшасына не сатып алады? Негізінен азық-түлік алады. Басқаға ақшасы жоқ. Телефон алса, не қарызға алады, не несиеге алады. Енді қарауымыз керек. Халықтың алып жатқан азық-түлігінің неше пайызы сырттан келеді. Егер 30-40% шетелден әкелетін болсақ, біз тапқан валютамызды тамаққа айырбастап жатқан болып шығамыз. Яғни жерді қазып, қазба байлықты тамаққа айырбастап күн көріп отырмыз деген сөз. Ең алдымен осы дүниені өзгертуіміз керек. Азық-түлік түгелімен өзіміздікі болсын. Валюта, яғни мемлекет ретінде тапқан ақшамыз тамаққа жұмсалмауы керек. Тамақты өзіміздің теңгеге алуымыз керек. Басқаша айтқанда, тамаққа жұмсалған ақша іште қалуы керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Азық-түліктің бір түрін мысалға алайық. Соның 30% сырттан келеді дейік. Біз 70%-ін шығаратын отандастарымызға хабарласуымыз керек. Сендер ана 30%-ды шығара аласыңдар ма дейік. Ол үшін не істеу керек деп сұрайық. Олар онсыз да сол шаруаны істеп жүргендіктен не істеу керек екенін бізге айтып береді. Осы мәселені шешсек, енді бұл өнімді шетелге неге шығармаймыз деп сұрақ қоямыз. Неге дергі? Тасымал ма? Мемлекет көмектессін? Алысқа апара алмаймыз ба? Жақын шетелдерге апарайық. Шығынын жабатындай қашықтықты анықтайық. Мүмкін кейбір өнім түрін өте алысқа да апаруға болатын шығар. Осылайша өнімдердің экспорттық потенциалын анықтаймыз. Мүмкін қаптама жасау керек шығар. Қаптама жасайтын зауыт ашайық. Қазба байлықты сатып тапқан ақшамызға шетелден зауыт сатып әкелейік. Ол зауытқа адамдар жұмысқа тұрсын. Ол зауыт біздің басқа өнімдерімізді сатуға септігін тигізсін. Кез келген саланы осылай шетінен реттей бастасаңыз, ол келесі бір салаларға жалғасып кетеді. Ауыл шаруашылық техникасын шығару керек болатын шығар. Ол үшін металл өңдеу ісін реттеу керек болуы мүмкін. Солай кете береді. Қаладағы ескі үйлерді алайық. Қаланың үйлерін уақыты келгенде жөндемесе болмайды. Алдымен ол үйлердің тізімі керек. Сосын не істеуге болатынын қарау керек. Онсыз да сонымен айналысып жүрген адамдармен бірігіп істеу керек әрине. Бізде ішкі нарық жоқ деп көп айтады. Мәселен осы ескі үйлерді жөндеуге келгенде үлкен нарық бар деп ойлаймын. Мысалы, ескі үйлердің құбырын ауыстыру керек дейік. Өте көп пластик труба керек болады. Ол трубаны сырттан сатып әкелмейік, өзіміз өндірейік. Тағы да сол, онсыз да соны өндіріп жатқан адамдарды тауып аламыз да сұраймыз. Көбірек шығару үшін не керек? Мүмкін гранула жоқ шығар. Неге жоқ деп мұнаймен айналысып жүргендерге барамыз. Шығарсын, мына жақта сұраныс бар ғой. Ескі үйдің құбырын жөндеп болған соң электр жүйесін реттейміз. Қаланың ішін жаңартып болған соң тоқ өндіретін станцияға барамыз. Екібастұздағыдай жағдай болмау үшін ол станциялардың қай жерін жөндеу керек, соны қараймыз. Халық өсіп келе жатса, жаңартатын нәрселер бар шығар. Халық өскен соң істемей, өспей тұрып істейді. Бұл жұмыстар республика бойынша жүреді. Шаруа барысында әр өңірден, әр саладан өзінің мықтылары шығады. Жол тапқыш, харизмасы мықты тұлғалар бой көрсетеді. Өйткені ол жерде ешкімді тағайындамайды. Кімнің қолынан іс келеді, сол көрінеді. Міне, сол адамдарда мемлекеттің жұмысына тартуға болатын адамдар деп айта аламыз. Біздің билік жұмыс істейтін адам жоқ деп жылайды. Басқа адам болмаған соң аздаған топты
айналдырып қоя береміз деп. Біздің клубқа неғұрлым көп кәсіпкер кіріп жұмыс жүрген сайын бағдарламамыз өрмекшінің торы құсап жайылып, өзара байланысып, бара-бара бәрін қамтып кетеді. Ішкі нарықтың көлемін анықтаймыз. Пайда болуы мүмкін нарықтарды табамыз. Мысалы, ескі үйді жөндеуге бюджетте қалған ақшаны бере салмай, оған қанша ақша керек екенін анықтауға болады дегендей. Бұлай шаруа істей бастағанда жұмыс орындары да ашылады, әрі бюджетке салық түсе бастайды. Шикізат сатып қана отыратын экономика үлгісінен алыстай бастаймыз. Импорттың орнын алмастыру, экспортқа тауар шығаруға ұмтылу, валютаны сақтау, міне әңгіме осы туралы. Осы жайында ауыл шаруашылығында жүрген адамдармен сөйлессек, олар сенбейді. Қаншама бағдарлама болды, еш қайсысы жүрген жоқ. Алдымен осыған дейін бөлінген ақшалардың қайда кеткенін анықтауымыз керек дейді. Бұрынғы бөлінген ақшалардың соңына түсу деген қайықтың тесігін бітеу сияқты жұмыс. Оны саған бітетпейді де. Үстінде отырған адамдар біреуін бітесең, басқа бір жерін тесіп тастайды. Өйткені ол жерде үлкен ақша жүріп жатыр. Ана адам жұмыс істеу үшін емес, сол ақша үшін барған дегендей. Біз 21 ғасырда өмір сүріп жатырмыз ғой. IT саласындағы жігіттерге бір компьютерлік бағдарлама жасау керек дедім. Ол не бағдарлама дейсіз ғой? Мысалы, мал шаруашылығымен айналысып жүрген адамды алайық. Ол мемлекеттен ақша алу үшін жаңағы бағдарламаға кірсінде толтыратын жерлерін толтырсын. Сосын бұл фермеріміздің мүмкіндіктерін адам емес, сол бағдарламаның өзі тексерсін. Салдығын тексерсін, спутниктен қарап, фермердің көрсеткен жерін тексерсін. Қазір жасанды интеллект оның бәрін істей алады. Алгоритмін салып қойсаңыз болды. Бірақ оны серверге байламай, блокчейннің негізінде жасау керек. Сонда оны ешкім бұза алмайды. Міне, осылайша жасанды интеллект бірнеше фермердің өтінімін қабылдап, зерттеп шыққан соң, мына жақтағы банктың ұсыныстарымен сәйкестендіріп, ақшаны кімге беру керегін өзі шешсін. IT мамандарына осыны істей аласыңдар ма десем, істей аламыз дейді. Біз осыны істесек, жемқорлық жайлаған елде ақшаны жемқорлықсыз бөлетін жүйе жасап шығамыз деген сөз. Енді қызықты қараңыз. Біз бұның бәрін істеп болсақ, осыны енгізу үшін парламент заң қабылдауы керек болады. Мысалы, сіз депутатсыз дейік. Біз мына бағдарламаны апарамызда, сіз жемқорлықты қолдайсыз ба, жоқ па деп сұраймыз. Егер жемқорлыққа қарсы болсаңыз, мына бағдарламаны қолдауыңыз керек. Ал егер қолдамасаңыз, неге қолдамайтыныңызды айтыңыз. Айта алмасаңыз, бұл жерге жұмыс істеуге емес, қалтаңызды қалыңдату үшін келдіңіз деген сөз. Сайлаушыларға барамызда солай деп жайып саламыз. Біз осыны істеген соң, мемлекеттік қызметке жемқорлар баруын қояды. Өйткені ол жерде пайда таба алмайсың. Ақшаны жасанды интеллект бөледі. Бұзайын десең, блокчейнде тұр, бұза алмайсың. Одан кейін мемлекетке пайдамды тигізем деген адамдар ғана мемлекеттік қызметке баратын болады. Енді әрине, бұл бағдарламаны жасау үшін іс бітірген мықты кәсіпкерлер керек. Олардың белсенділігі қажет. Қазірдің өзінде 30 000 адам клубқа мүше болды. 100-ден астам адам өтініш беріп, мүшелікке үміткер болып тұр.